Достар, бәріне сәлем. Бұл видео артық салмақтың психосоматикасы жөнінде. Көбінесе бұл қазақ әйелдеріне қатысты болады. Неге? Өйткені әр ұлттың, әр салттың бір өзінің ерекшеліктері болады ғой. Соларды айтып өткім келіп тұр, және оның ішінде артық салмақта жүрген мен де бармын. Бірақ мен қазір бұл бағдарламаны өзгертіп, мен бұрынғы Айжан кейпінен шықтым, шығып жатырмын деп айтсам, жолым жеңіл болады. Өйткені өзінің ойларым мен қимылдарымды қазір бірге алып жүрмін. Мысалы, көп нәрсе айтуға болады, көп нәрсе ойлауға болады, бірақ егер денеге қимыл жасамасаң, дене қатып тұра береді. Қатып дегенде денеміздегі сулар, лимфаның жолдары бәрі бітелеп қалады. Ол бәрі қимылдың аздығынан жалға. Сосын көп айтады ғой, жүру керек. Шынымен жүре беру керек. Жүрген дұрыс, уақытың болса барып жүріп кел дегендей. Бірақ көп әйелдер, бізде қазақтың әйелдері үйдің тірлігімен жүреді, иә. Бірақ қыздар, ол жүріс басқа. Ол жүрісті керемет. Үйдің тірлігін істеу жақсы, бірақ оның үстіне стресс те болады. Стресс алады адамдар, әйелдер. Өйткені бір төрт қабырғадан шықпай жүре бересің, ал далаға шықсаң кішкене адамдарды қарайсың, басқа ауа жұтасың дегендей. Сондықтан өзіңе уақыт бөлген дұрыс. Түсінікті 4 балаң болуы мүмкін, 7-8 балаң болуы мүмкін. Бірақ Құдай бала берсе, оған бірге несібе береді, оған бірге күш-қуат береді, энергия береді. Көп нәрсе береді деп жатады ғой, оған мен сенемін. Және сол балалар үлкендері көмектесе алады, жасай алады. Мысалы, тамақ болмай қалса, ешкімнің де қарны қатты ашып кетпес, бірақ уақытылы тамақтанған дұрыс. Таңғы ас пен түскі асты ішіп отырған дұрыс. Ал кешкі асты жемеуге де болады. Жеңіл бір көкөністер, айран сияқты, ірімшік сияқты нәрсе жеңіл жеп жата қойса, адамға ағзасына пайдалырақ. Солай. Оның бәрін, мен айтып жатқан нәрсенің бәрін адамдар біледі, бірақ қыздар, ұлдар, оның бәрін жасайтын болсақ, керемет болады. Мен, мысалы, 3 күн бұрын тауға шығып келдім, аяғым ауырды. Сосын екінші күні тренировкаға барып келдім, ол жерде Қытайдың әдісімен қимылдау. Барлық денеңді қимылдатасың. Сосын бассейнге бардым. Оның ішінде хамамы бар, саунасы, суда отырдым. Сосын көп айтады, менің денемнің, терімнің структурасы жақсы дейді. Иә, неге? Өйткені мен өте көп хамамда отырамын. Сосын кремдер жағам, әрине, күндіз SPF крем жағам, күнге кек бітпеу үшін. Пигментный пятна дейді, солар болмайды, пигменттік дақтар. Сол жүре беріңіздер. Егер күндіз уақыт болмаса, кешке жатар алдында 1-2 сағат, 1 сағат аздау 2 сағат. Сосын жүрген кезде жай жүрмей, тез жүрген дұрыс. Тез терлейтіндей, былай скорыш. Былай сөйлеген кезде бір ентігіп сөйлейсің ғой. Сол сияқты, сол тиімді. Сол. Мен қазір жай келе жатырмын ғой. Асықпай, негізінде тез жүру керек. Егер түнде де уақытыңыз болмайтын болса, таңертең тұрыңыз, таңғы 4-5-те, сағат 7-ге дейін жүріп келіп, душқа түсіп алғыңыз келсе, бір түсіп алып, күшті аурамен жұмыс істеп кетесіздер. Жұмыс істейтін келіншектер болатын болса. Сол, бүгінгі энергиямды сіздерге тараттым деп ойлаймын. Сіздерге көретін адамдарыма мың алғыс. Жақсы көрем, жақсы күн болсын, достар.